Айдос фитнес. Гейнер бұл менің спорт тағамдары ішінен ең бірінші қолданып, нәтижесі 100%-ға ойымнан шыққан тағамдардың бірі. Әлі дейін есімде 57 кг болып, бір ай гейнер ішіп, 65-ке дейін жеткенім. Мынау Serious Mass гейнер ішкен болатынмын. Ол уақытта студентпіз, жатақханада тұрамыз, әлі дұрыс тамақтанудың қадірін түсінбеген кезіміз. Мына гейнерді мен таңғы астың орнына алмастырып ішетінмін. Гейнер бұл табиғатынан өте арық, салмақ қосуы қиын, яғни эктоморфтарға және дұрыс уақытлы тамақтанылмайтын жандарға керемет таптыртпайтын қосымша тағам болып табылады. Бұлардың құрамында ақуыздар, көмірсу және түрлі дәрумендерден тұрады. Қолданылуы өзінің артында көрсетілген нұсқау бойынша күніне 2 рет ішсеңіз жетіп жатыр. Гейнерлардың бір-бірінен ерекшелігі олардың құрамындағы көмірсу мен ақуыздардың пайыздық мөлшерінде. Яғни ақуыздың мөлшері 15-тен 30%-ға дейін болса, көмірсудың үлесі 50-ден 80%-ға дейін өзгеруі мүмкін. Сондықтан гейнерді таңдау барысында осыларды есте сақтап, таңдаған дұрыс болады. Табиғаттан арық адамдар гейнердің құрамындағы көмірсудың үлесі ең жоғарғысын алған дұрыс болады. Өйткені бұндай гейнер бір уақытта адамның салмағын тез өсіріп, қысқа мерзімде бұлшықеттің тез өсуіне септігін тигізеді. Мысалға, Serious Mass, Mutant Mass, Real Mass гейнерлері бұлардың калориясы өте көп. Құрамында көмірсулардың тез сіңетін түрлеріне бай. Сондықтан тұрақты түрде жаттығу жасап, осы гейнерлерді күніне 2 мезгілден ішетін болсаңыз, салмақтың өсуі сізді көп күттіре қоймайды. Ал егерде сіздің денеңізде артық май болып, бірақ салмағыңыз аз, денеңіз арық болса, онда сізге құрамында ақуыздың мөлшері жоғары, көмірсудың үлесі төмен болатын гейнерді таңдаған абзал. Ескерте кетейін, бұндай жағдайда құрамы тез сіңетін көмірсуларға байытылған гейнерлерді ішпеген дұрыс. Яғни бұндай гейнерлерді ішетін болсаңыз, сіздің денеңіздегі майдың қабаты одан сайын толысып, өсіп кетуі мүмкін. Сондықтан құрамы жай сіңетін көмірсуларға байытылған және ақуызы көп осындай гейнерлерді таңдасаңыз дұрыс болады. Ал енді бұны қалай және қай уақытта қолданған жөн? Гейнерді күніне 2 бөлікке бөліп, 250-350 мг салқын сүтке немесе суға өзінің ішінде болатын бір үлкен қасықты салып, араластырып ішеміз. Интернетте қай уақытта қолдану керектігі туралы схемалар өте көп, бірақ мен таңғы ас пен түскі астың ортасында және жаттығудан кейін тез арада ішуді дұрыс деп есептеймін. Өйткені жаттығу барысында құртқан қуат көзін сен осы гейнерді ішу арқылы тез орнына қайтарып, яғни дененің өз қалпына келу процесі восстановлениені тездетесің. Қолданудың тағы бір екінші нұсқасы бар. Ол таңғы асты іше алмай қалған жағдайда осы гейнерді ішу арқылы алмастыра аласыз. Екінші жағдай, жаттығуға дейін тамақтана алмай қалсаңыз, тағы да гейнерді ішу арқылы тамақтың орнын алмастырып, жаттығу барысында әлсіремей сапалы түрде өткізе аласыз. Гейнерді жаттығусыз ішуге бола ма? Және қанша жастан бастап ішкен дұрыс деген сұрақтар маған жиілі қойылады. Осы сұрақтарға жауап бере кетейін. Әрине, гейнерді жаттығусыз ішуге болады, бірақ физикалық белсенділік болмаса, ішкен гейнеріміз, яғни біздің денеміздегі мына ішке жиналатын майлардың тез өсуіне әкеліп соқтырады. Бұндай жағдай бізге керегі жоқ, өйткені артынан бұл майдан тағы да арылу керек болады. Сондықтан гейнерді жаттығусыз ішкеннің ешқандай пайдасы жоқ деп есептеймін. Екінші сұрақ, қанша жастан бастап ішкен дұрыс? Балалар 13 жастан аса әке шешесінің рұқсатымен кез келген уақытта алып қолдана берсе болады. Гейнердің кері жағымсыз әсерлері қандай? Егер де гейнерді ұзақ мезгіл бойы күніне 2 реттен көп ішетін болсаңыз, онда қант диабетіне ұшырауыңыз мүмкін. Өйткені гейнердің құрамында тез сіңетін көмірсулар мен қанттың мөлшері өте жоғары. Сондықтан басқа уақыттарда табиғи өнімдерді көп қолданып, тамақтанып, тек қана күніне 1-2 рет гейнерді қолдансаңыз жетіп жатыр.
Екінші жиі кездесетін жағымсыз әсері ол іштің желдетіп дәретханаға жиі бару. Бұл сіздің сүттегі лактозадан аллергияңыз бар екенін білдіреді. Сондықтан гейнерді сүтпен емес, сумен ішкеніңіз дұрыс болады. Сонымен бүгінгі гейнерлар туралы айтарым толығымен бітті. Сіздерге барлығын түсінікті түрде жеткіздім деп ойлаймын. Енді мен келесі жолы креатин және амин қышқылдары туралы сіздерге айтатын боламын. Сонымен осы видеомызды түсіруге көмектескен спорт центр дүкеніне үлкен алғысымыз шексіз. Сапалы спорт тағамдары керек болса, осы дүкеннің сайтына кіріп тапсырыс беруіңізге болады. Сіздермен бірге болған мен Елдос Қозыбаев. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Gucci flip flops, fucking hit your bitch in massage. This a big watch, diamonds dripping off of the clock.